Қоп жарасқан қош жандардың құрметіне Қордайда махаббат аллеясы ашылды. Жастар жиі жиналатын мұндай типті саябақ бұрын жоқтығын. Енді бар. Аталған демалыс орны кәсіпкерлердің демеуімен бой көтерді. Ал көрікті мекеннің алғашқы келушілері де қол ұстасқан жас жұбайлар болды. Тілші сабақтайды. Ашылған аллея халықаралық жастар күнімен тұспа-тұс келді. Сол себепті қордайлық жастар үшін атаулы мереке. Қол ұстасып жаңа өмірдің баспалдағын аттағалы тұрған жандар аудан тарихындағы тағы бір елеулі шараның қатысушылары атанды. Шынайы сезімнің символына айналған Төлеген мен Қыз Жібектің жолын жалғаған бүгінгі ұрпаққа ұсынған сый махаббат аллеясы. Оның лентасын қию құрметі отау құрған жас отбасыларға бұйырды. Мы создали семью. Міне біз бүгін отау құрдық, сондай-ақ жаңа аллеяның тұсауы кесілгеніне де куә болып отырмыз. Осы үшін Қордай аудан әкімдігіне, сондай-ақ барлық демеушілерге үлкен рахмет. Бұл жастар үшін үлкен сый. Тек біздің отбасымыздың тарихында ғана емес, аудан халқының есінде де қалады. Қордайдың жастарына осындай көңіл бөліп, осындай махаббат аллеясын ашқаныңыз бұл біз үшін өте маңызды күн. Неке қидырып, құрбы-құрдаспен қыдырғысы келетін жастар үшін Қордайда көрікті орындар да аз еді. Енді біз арнайы ат басын бұратын ерекше саябақ пайда болды дейді жергілікті жастар. Ізгі шараға аудан басшылығындағы шенеуніктер арнайы келіп, отау құрған жастарға тілектерін айтып, сыйлық тарту етті. Ал ауданның құрметті азаматы Асық Уәлиұлы некелескен жастарға ақ батасын берді. Бүгін некелерін қиып, отбасыларын құрып отқан жастарға мына сіздер тұспа-тұс келіп отырсыздар. Сіздерге біз бақыт тілейміз. Баршаларыңызға шаңырақтарыңыз биік болсын, отбасыларыңыз аман болып, осы Қазақстан Республикамыздың үлгілі отбасы болуларыңызға тілектеспіз. Айта кетейік, аудан кәсіпкерлерінің қолдауымен бой көтерген аллея жасыл желектермен көмкеріліп, келушілерге арнайы орындықтар орнатылған. Ақсәуле Әбітай, Нұрбол Қыстаубек, Жеті Ньюс, Қордайдан.